Сәлем достар, мен сіздерге Шерхан Мұртазаның «Жұлдыз көпірі, қыл көпірі» атты шығармасынан үзінді оқып бермекшімін. Деп аңғалдана қалды Билли. Мелиссон ба? Ол авантюрист. Ұлыбритания үкіметіне оның ешқандай қатысы жоқ. Оның армиясында бірде-бір ағылшын солдаты жоқ. Басқа үнділер, ауғандықтар болар. Мелиссон оның арандату арқылы Ұлыбритания үкіметінің пәрменінен туындап жатқан жоқ. Осын айтып болып Бейли Рысқұлов жаққа қауіптене бұрылып қойды. Осы бір қара бүлдіргі болмасын дегендей көз қарасы. Оның бұл қарасы Рысқұловтың назарынан да тыс қалмады. Тағы бір сұрақ көкейіне тығылып тұрды. Бірақ Вотинцевтің алдын орай бермейін деп әдеп сақтады. Әрі десе, ол сұрақпен Бейлиді мүлде үркітіп алмайын деді. Әйтпесе айтпақшы еді. Мистер Бейли, Закавказ еді Мелиссон, сіз Ташкентте. Сіз Мелиссонды Ташкенттен күтіп алмақшысыз ғой, деп. Ал Вотинцевке келіп сәлемдесуінен бұрын Бейли Ташкенттегі ақш консулы Тредуэлл мырзаға жолығып шыққан. Тредуэлл Түркістанға консул болып Москва арқылы келген. Ал Бейли мүлде басқа тараптан, Қытай тарапынан Қашқар арқылы келіп отыр. Сондықтан Бейлиге қарағанда Тредуэллдің өкілеттігі мығымырақ. Бейли сезікті. ақш консулы Бейлиге біраз сыр айтты. Түркістанда қазір большевиктерге қарсы астыртын жұмыс жүргізіп жатқан елеулі күштің бірі ТВО. Оның басында бұрынғы патша генералы Кондратович тұр. Оның қазір қашқан ақтардан құралған 3000 әскері бар. Әрі десе 15.000 әскер бар. Ергешевпен байланысты ергеш болатын болса, ферғанадағы үлкен күш. Күні кеше Қоқан автономиясы деген үкіметті басқарған. Қоқан автономиясы Түркістанда большевиктерге қарсы құрылған ілдебай үкімет еді. Бірінші премьер қазақ ұлтшылы Мұхамеджан Тынышпаев болды. Көп ұзамай ол орнынан түсті де премьер-министр Мұстафа Шоқай болды. Мұстафа Шоқаевты итеріп тастап, оның орнына осы ергеш отырды. Өзі өмір сүрген 4-5 айдың ішінде үкімет басына 3 премьер-министр келіп, ақырында Қызыл армияның тегеурініне төтеп бере алмай, Қоқан автономиясы құлады. Бірақ ергеш басмашылық жолға түсті. Қол жинай бастады. Тредуэллдің Бейлиге айтқан ергеші сол. Сіздің ең алғы міндетіңіз ТВО мен ергешті қолдау, соларға көмек көрсету. ТВО мен ергеш көтерілсе, Мелиссонға Ташкентке қарай жол ашылады, деді Тредуэлл Бейлиге. Әне сонда Түркістан ақырында Ұлыбританияның Үндістан, Ауғанстан сияқты колониясы болып шыға келеді, деп Тредуэлл керемет кеңпейілдік танытты. ақш-қа колония керегі жоқтай тұтас Түркістанды Англия оп-оңай тартып отырған сияқты. Большевик басшыларға барып сәлемдесіп шығыңыз, деді Тредуэлл Бейлиге қамқорлық айтып. Кім білсін, бір кезде олар отырған кабинетте ең кемі министр болып сіз отырарсыз. Болашақ кабинетіңізбен осы бастан танысып қойғаныңыз нышанға жақсы, деп Тредуэлл жұп-жуан қара сигарды
бұрқ-бұрқ тартып қойып қарқ-қарқ күлді. Міне енді Бейли Қызыл Түркістан президенттің кабинетінде отыр. Трудел айтқан сөз есіне түсіп, кабинетке шағалай көз салды. Қабырғада ілулі тұрған Карл Маркс пен Лениннің портреттері Бейлиді не ойлап отырғанын біліп қойғандай бұған міз бақпай қарайды. Бейли ол портреттерден көзін тез тайдырып әкетті. Оның есесіне тірі көздерге ұшырасты. Әсіресе қара торы комиссардың алтын жек көзілдірігінің ар жағынан өңменнен өтердей, қанжардай өткір қара көздері қарайды. Өте жайсыз көзқарас. Бейли неғұрлым паңсыз шолжаң сөйлеуге тырысып, кешіріңіз, мистер комиссар, деп Рысқұловқа тіл қатты. Сіз орысша таза сөйлегеніңізге қарағанда, сірә орысша оқыған боларсыз. Иә, дұрыс айтасыз, деді Рысқұлов. Балаларын орысша оқыту тек байлардың ғана қолынан келген ғой. Сіз сірә үстем тап семьясын боларсыз. Оқуды Петербургте тәмамдадыңыз ба? Вотинцев мырс-мырс күлді. Бейли шамданып қалғандай болды. Көңіліңізге алмаңыз, Бейли мырза, деді Вотинцев. Жай әшейін сұрағыңыз қызықтау. Рысқұлов жолдас сіңірі шыққан кедейдің баласы. Патшаға қарсы шыққаны үшін әкесі Сібірге, каторгаға айдалған. Ал Рысқұлов жолдас болса, түрмеде оқып сауатын ашқан, деп Вотинцев үшін Рысқұлов жауап берді. О, деп Бейли қасын керіп, басын жай ғана салмақпен изеді. Профессионал революционер. Оля рәйт, мен жазушы болсам, сіздің өміріңізге роман жазар едім. Ондай ықыласыңызға рахмет, мистер Бейли, деді Рысқұлов, реті келген сөзді өлтіріп алмайын деп. Жазушы табылса, сіздің осы сапарыңыз да романға бергісіз болар. Индия, Иран, Ауған, Цзиньцзян, Түркістан. Бейли бірден әппақ болып, бір тамшы қаны қалмағандай қуарып бара жатты. Менің мұндай маршрутпен жүргенім сізге қайдан белгілі? Деді ол есін жиып алып. Логика айтады. Сіз Қашқарға, әрине, Ауған арқылы, Ауғанға Иран арқылы, ал Иранға Индия арқылы келе аласыз. Генерал Мелисон да Индиядан шыққан жоқ па? Жоқ, мен ешқандай Мелисонды білмеймін. Менің мақсатым бейбітшілік мақсат. Жаңа Түркістан мен Англия арасында мейлінше достық қатынас орнату. Түркістан бұған Москва рұқсатсынсыз ықтиярлы деп ойлаймын. Бейли араша тілегендей Вотинцевке мөлие қарады. Әубастағы шолжаңдығы лезде тиылған. Жә, келген шаруаңызды айта отырыңыз, деді Вотинцев әңгіменің бағытын өзгертіп. Алғашқы тілек Ұлыбритания жас Түркістанның мынаны қалайды. Түркістан Германияға мақта сатпаса екен. Мақта деген стратегиялық үлкен күш қой. Мақта беріп, Германияны күшейтіп аласыздар. Ертең Россияға қайта шабуылдамасына қайдан білесіздер? Ал әзірге Түркістан Россиядан мүлде
бөлектене қойған жоқ қой. Әрі десе Түркістан өкіметі мистер Вотинцев қолында. Түркістан Россиядан есіңізде болсын, советтік Россиядан еш уақытта да бөлінбейді, деді Рысқұлов салмақпен ғана. Ал өкімет басында Вотинцев отырғанына меңзеуіңіз бекер, деді сөз кезегін Вотинцев іліп алып. Вотинцев бүгін ғана президент, ертең бұл орынға Түркістан халықтарының ең талантты өкілі отырады. Әрі десе Вотинцев бүкіл Түркістанның жеке дара қожасы емес, мұнда түркцик бар. Соның бір мүшесі міне алдыңызда отырған Рысқұлов. Ал Германияға мақта сату-сатпауды да Вотинцев емес, түркцик шешеді. Тағы не тілегіңіз бар? Ендігі тілек менің мұндағы дипломаттық жұмысыма тиісті жағдай жасалса болғаны, деп жуасыды Бейли. Бізге келген адал ниетті дипломатты қай-қайсына да жағдай жасалады, деді Вотинцев, осымен әңгіме тамам дегендей ығырлай сөйлеп. Полковник Бейли ұмытып қалмайын дегендей Вотинцевке, онан соң Рысқұловқа тағы бір назар тастады. Екеуінің де басын кесіп алар ма еді деген ойдың жазуы көздерінен жарқ-жарқ ете қалды. Кешікпей ол бұл ойына жартылай жетті де. Құрметті оқырман, осы оқиғалардың жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, лүпіл басып, пікір жаза кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.